Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі дәрістің тақырыбы рұқсаттама желісінің эволюциясы. Бүгінгі дәрісті жүргізетін Юлдашева Айдана Алпысбаевна, ал оның жетекшісі Кшалова Айгүл Анзиевна. Пәні телетрафик теориясы. Дәріс жоспары. Кең жолақты кіру мүмкіндігі ұғымы. Екіншісі ICE-ден технологиясы. Үшіншісі ADSL технологиясы. Төртіншісі VB интерфейсі. Бесіншісі WLDEC технологиясы, алтыншысы WiMAX технологиясы және жетіншісі NGN технологиясы, сегізінші интернет желісі. Кең жолақты кіру мүмкіндігі ұғымы. Бірінші тарауда қазіргі уақытта ақпарат көлемінің өсуіне байланысты кіру мүмкіндігі каналдарының өткізу қабілетінің таншылығы туралы баяндалады. Корпоративтік деңгейде бұл мәселе берудің жоғарғы жылдамдықты каналдарын жалға алумен шешіледі. Ал шағын бизнес секторында және пәтер секторында бұл мәселені жаңа сандық технологияның көмегімен ғана шешуге болатыны туралы айтылған. Телетрафиктік теориясының пән аумағы. Бұл бөлімде телетрафик теориясының дамуына үлес қосқан бірнеше қарапайым практикалық тапсырмаларды және математикалық тұрғыда проблемаларды шешу жолдарын қарастырамыз. Кең жолақты кіру мүмкіндігі ұсынысы бүгінгі күннің көптеген телекоммуникацияда операторлық, дәстүрлік, баламалық түйінді мәселесі болып табылады. Бұл ТВОП, Public Switching Telephone Network жалпы қолданудың телефон жүйесінің қызмет көрсетуден бастап CIS ICE-ден интеграциялы қызметінің сандық жүйесінің бар жүйе ресурстарын, оның ішіндегі жеткілікті телефон жүйелерінің абонент жолдарын барынша пайдалана отырып, мультимедианың қазіргі заманғы қызметіне дейін абонентке қызмет көрсететін толық спектрін ұсынуды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін абоненттік кіру мүмкіндігінің жүйе мәселесін шешу. Бұл суретте бейнеленген. Бүгін кіру мүмкіндігі жүйесінің эволюциясы екі негізгі бағытпен келеді. Біріншісі сөзді, деректі және видеоны беру қызметтерін қамтамасыз ететін кең жолды жоғарғы жылдамдықты дамыту. Және екіншісі жергілікті жүйелерді ұйымдастырған кезде мыс кабельдерінің үлесін азайту. Кең жолақты қосу бұл каналдық стационарлық телефондық тәуелсіз жұмысы жағдайы кезінде 64 гигабит секундтан төмен емес жылдамдықтан, ал болашақта 2 мегабит секундтан төмен емес интернетке тұрақты қосылуы келесі суретте көрсетілген. Кең жолды кіру мүмкіндігін мәселесін шешудің үш нұсқасы бар. Біріншісі, телефон жолдарын дуал ап пайдалана отырып, аналогтық модемдер бойынша қосу келесі суретте бейнеленген. Бірақ дуал ап кіру мүмкіндігі көптеген пайдаланушыларды алмасудың аз жылдамдығына байланысты көңілдерін толтырмайды. 300-де жылдамдық 28 гигабит секундтан аспайды. Сонымен қатар жүйеде жұмыс істеген уақытта кәдімгі телефонды пайдалану мүмкін емес. Үнемі байланыс үзілісі байқалады. Мұндай қосу кезінде барынша жылдамдық 56 гигабит секундты, модем 56 гигабитті құрайды. Суретте бөлінген жолды пайдалана отырып, кең жолды қосылу бейнеленген. Осы шартта XDSL әртүрлі технологиясы, оптика, инфрақұрылым канал пайдаланады. Үйде интернет жүйелерін хабар концентраттарда келесі суретте көрсетілген. Мұндай жүйелерді құру сызбасы мынаны қарастырады. Үйлер, подъездер бойынша орналған жұптық жүйе жабдығының портынан бастап абоненттің жүйе карточкасы портына дейін мәлімдеу. Және де ICE-ден технологиясы. Соңғы уақытта жылдам кіру мүмкіндігі әдістері пайда болды. Олар абонент жолының толық өткізу жолын пайдаланды. Бұл XDSL тектес технология, HDSL, ADSL және басқалары. Осы шартта телефон жүйесінің коммутаторлары пайдаланылмайды. Кіру мүмкіндігінің жылдамдық каналы бөлінген канал арқылы компьютер желісіне тікелей қайта жіберіледі. Мұндай абонент жолы сандық абонент жолы DSL деп аталады, және ол үнемі жұмыста болады. Бұл келесі суретте көрсетілген. DSL бірінші технологиясы ISDN технологиясы, интеграциялы қызметтің сандық жүйесі болып табылады. Ол келесі суретте көрсетілген. ISDN сандық коммутацияланатын телефондық желілер үшін модемдер.
аймақтық таралған желілер, жергілікті желілер жасайтын барлық жұмыстарды өте қашықта орналасқан бір компания компьютерлері арасында атқара алады. Әдетте ол үшін модем немесе жоғарғы жылдамдықты цифрлы желі арналары ортақ пайдалануға арналған кешенді қызмет ISDN көрсете алатын байланыстық телефон арналары қолданылады. Мұнда ISDN арналары графикалық бейнелер жазылған үлкен көлемді файлдары тасымалдау үшін жиі қолданылады. Келесі суретте көрсетілгендей, жүйе коммутациясының негізгі тәртібі каналдарды коммутациялау тәртібі болып табылатын жүйелер жатады, ал деректер сандық түрде өңделеді. Осы шартта деректер видео, дыбыстық және басқа деректерді білдіруі мүмкін. ISDN пайдаланушылық интерфейсі белгілі типті және белгілі жылдамдықпен каналдардың жиынтығын білдіреді. Олар былай ажыратылады. Канал Б деректерді 64 гигабит секунд беру жылдамдығымен жүзеге асады. Канал Д деректерді 16 немесе 64 гигабит секунд беру жылдамдықтарымен жүзеге асады. Ал канал Б типті каналдар пайдаланушылық деректерді сандандырылған дауысты компьютерлер деректерін немесе дауыстың және деректердің қоспасын және 64 гигабит секундке қарағанда өте төмен жылдамдықтармен беруді қамтамасыз етеді. Деректерді бөлу TDM техникасының көмегімен орындалады. D типті канал. Ол екі негізгі міндетті орындайды. Біріншісі және ең негізгісі мекен-жай ақпаратын беру болып табылады. Оның негізінде жүйелер коммутаторында B типті каналдар коммутациясы жүзеге асырылады. Екінші міндет пайдаланушылық деректерге арналған пакеттер коммутациясымен төмен жылдамдықты жүйелерге қызмет көрсетуді қолдау болып табылады. ICD жүйесі пайдаланушылық интерфейстің екі типін, алғашқы базалық BRI және негізгі PRI деп ажыратады. Алғашқы интерфейс BRI пайдаланушыға деректерді B типті каналдарды 64 гигабит секунд ішінде екі каналды және басқарушы ақпараттарды беру үшін 64 гигабит секунд өткізу қабілеті бар D типті каналдарды бір каналда ұсынады. Барлық каналдар дуплексті тәртіпте жұмыс істейді. Нәтижесінде BRI интерфейсінің жинақ жылдамдығы пайдаланушылық деректер үшін әр бағыт бойынша 144 гигабит секундты құрайды, ал қызмет ақпаратын қоса алғанда 192 гигабит секундты құрайды. Пайдаланушылық интерфейсінің әртүрлі каналдарын TDM технологиясы бойынша бірдей және сол физикалық екі сымды кабельге бөлінеді, яғни олар физикалық емес логикалық каналдар деп аталады. ICD жүйесі арнайы жабдықтарды қолдануды талап етеді. Бұл келесі суретте көрсетілген. ICD терминалдары екі категорияға бөлінеді. Біріншісі ICD мамандырылған терминалдары TE1. Бұл сандық телефон, факс ақпарат. Бұл құрылғылар BRI немесе PRI пайдаланушы интерфейсін қолдайды. Оралған жұптар негізінде 4 сымды сандық каналға қосылады. T2 бұл кәдімгі аналогтық телефондар. Бұл AS2 терминалдар, RS232 жүйелік портты компьютерлер, жүйелік интерфейсті сапар желіткіштері жатады. Бұл құрылғылар PRI немесе PRI интерфейсін ұстамайды. Мұндай құрылғыларды ICD жүйесіне қосу үшін терминалды адаптерді TA пайдалану қажет. Компьютерлер үшін терминалды адаптерлер жүйелік адаптерлер түрінде кірістірілген карта немесе автономды құрылғы сияқты модем шығарылады. NT1 тапсырушының ғимаратында байланыс операторымен орнатылады және оны орталық ATS ICD коммутаторларымен оралған жұп бойынша байланыстырады. NT1 пассивті шина үшін айырма бар. Оған тапсырушы 8-ге дейін ICD телефондарды, терминалдарды және басқа құрылғыларды қоса алады. Егер бұл жеткіліксіз болса, онда телефондар үшін нақты интерфейсті, терминалдарды және басқа жабдықтарды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін NT2 жергілікті коммутаторын қолданады. Ол дегеніміз архивтік ATS пакеттерді коммутациялау тәртібінде жұмыс істейтін сапар желіктегіштер. TDM қарапайым мультиплексері ол бірнеше төмен жылдамдықты каналдарды B типті бір каналға
коммуникациялауға пайдаланады. ICDN терминалдарының категорияларының қолдану сызбасы келесі суретте көрсетілген. Және де тірек нүктелері, яғни кіру мүмкіндігі нүктелері. ICDN әртүрлі функциялды құрылғылары арасында интерфейстерді ұсынады. Негізгі тірек нүктелері болып, бұл R, S, T, U. Және R тірек нүктесі. Терминал және терминалды адаптер арасында интерфейсті қамтамасыз етеді. S нүктесі бұл ICDN терминалы және NT2 жүйесінің тұйық жабдығы арасындағы интерфейсті жүзеге асырады. NT2 кірістірілген терминалды жабдық NT1 тіке қоса алады. Өйткені NT2 типті жабдық жоқ болса, онда S және T нүктелері S бөлінген T ретінде қосылады және белгіленеді. Физикалық интерфейс S бөлінген T нүктесінде 4 сымды жолды білдіреді. Дуплексті тәртіпті 4 сымды жолда ұйымдастыру 2 сымдыға қарағанда жеңіл болып келеді. Т тірек нүктесі NT2 және NT1 жүйесіндегі тұйық жабдық арасындағы интерфейс үшін қызмет етеді. Және U тірек нүктесі. Бұл тапсырушының ғимаратындағы абонент пунктінде NT1 арасындағы интерфейсті және абонент жолы бойынша орталық ATS коммутация торабында NT1-ді қамтамасыз етеді. PRI интерфейсін пайдаланған кезде сандық абонент тұйығы барынша ұзындығы 1800 метрді T1 бөлінген E1 каналының сызбасымен орындалады, яғни 4 сымды болып табылады. BRI интерфейсі үшін кодтау әдісі ретінде 2B1Q коды таңдалған. PRI интерфейсі үшін T1 және E1 интерфейстері үшін таңдалған кодтар пайдаланады. Яғни тиісінше B8ZE және HD-B3 кодтары пайдаланады. ICDN негізгі тағайындауы бұл телефон трафигін беру. Адресациялау стандарты бұл ICDN жүйесінде E164 нөмірін алады. ICDN жүйесінің абонент нөмірін және абонент мекен-жайын ажыратады. Абонент нөмірі барлық пайдаланушылық жабдықтың жүйеге қосу Т нүктесіне сәйкес келеді. Нөмір 15 ондық саннан тұрады және елдер коды өрісіне 1-ден 3 санға дейін және абонент коды өрісіне қала коды өрісіне бөлінеді. ICDN мекен-жайы плюс нөмірін 40 санға дейін мекен-жайларға қосады. Мекен-жайлар пайдаланушылық интерфейсі үшін терминал құрылғыларын нөмірлеу үшін, яғни S нүктесіне қосылғандар үшін пайдаланады. ADSL технологиясы XDSL жоғарғы жылдамдықты кіру мүмкіндігіне тектен технологияларының бар мыс абонент телефон жолы бойынша ұсынылады. XDSL аббревиатурасында X символы DSL сандық телефон жолы технологиясын нақты типін белгілеу үшін пайдаланады. Осы кезінде телефон байланысын пайдаланушы кез келген абонент XDSL технологиясының көмегімен өз қосылуының бірінші кезекте интернет жүйесімен қосылуының жылдамдығын едәуір өсу мүмкіндігі бар. ADSL технологиясы. Бұл дегеніміз асимметриялық сандық абоненттік жол. Ол асимметриялы болып табылады. Деректерді жүйеден пайдаланушыға беру жылдамдығы деректерді пайдаланушыдан жүйеге беру жылдамдығынан қарағанда едәуір жоғары. Келесі суретте көрсетілген. Асимметрия ADSL технологиясын интернет жүйесіне және жергілікті есептеу жүйелеріне кіру мүмкіндігін ұйымдастыру үшін идеалды болады. Мұндай қосылар кезінде пайдаланушылар бергенге қарағанда ақпарат көлемінің артығырақ болады. Қазіргі кезде ең тиімдісі ADSL технологиясы болып табылады. Бұл стандартты аналогты абоненттік телефондық желілерді жоғарғы жылдамдықты қатынау желілеріне айналдыратын жаңа модемдік технология. ADSL технологиясы тұтынушыға ақпараттық 6 мегабит секундқа дейін жылдамдықпен тарту мүмкіндігін туғызады. Кері бағытта 640 гигабит секундқа дейін жылдамдықты қолданылады. Бұл мынаған байланысты. Өйткені заманауи желілік қызмет көрсетушілердің бірқатары тұтынушыдан аз мөлшердегі жылдамдықты талап етеді. Мысалы, MP4 форматындағы бейнефильмдерді жазып алу үшін 1,15 мегабит секундты өткізу жоғалағы қажет.
Абоненттен келетін қызметші ақпарат үшін 64-128 гигабит секундта жеткілікті. Келесі сурет ADSL қызметі, ADSL модемі және DSL Access модуль деп аталатын ADSL модемдердің жинағы арқылы жүзеге асады. Айтарлықтай барлық DSM-лар интернет on-base Т портымен жабдықталады. Бұл қатынау түйіндерінде қарапайым концентраторлар, коммутаторлар мен маршрутизаторларда қолданылуы мүмкін. Жоғарғы жиілікті аналогты сигналдарды тарату үшін мыс есеулі қосымның мүмкіншіліктері бәріне мәлім. Аналогты модемдер стандартты телефондық арнасымен 24 гигабит секундке дейін жылдамдыққа жету мүмкіншілігін береді. Модуляцияның осыған ұқсас әдістерін қолданылып, ADSL технологиясы бассейн ағынның станциядан пайдаланушыға жылдамдығын бірнеше мегабит секундқа дейін жеткізе алады. Төменгі жылдамдықты арнада пайдаланушыдан станцияға бұл технология пайдаланушыға бассейн ағындарды басқару мүмкіндігін береді. Модуляция мен кодалаудың қазіргі кездегі алгоритмдері теориялық шегіне жақындайтын ADSL жылдамдығын қамтамасыз ететін атап өтейік. Шеннон теоремасына сүйенсек, модемдер арқылы 33,6 гигабит секундтан артық жылдамдыққа жету мүмкін емес. ADSL технологиясында сандық ақпарат стандарты ТЖ арнасының жиілік диапазонынан тыс тартылады. Мұның салдарынан телефондық станцияда орнатылған сүзгілер 4 гигагерцтен жоғарғы жиілікті кесіп тастайды. Сондықтан әр телефондық станцияда аумақтық үйлестіруші тораптарға қатынау құрылғыларының коммутаторлар немесе маршрутизаторлар орнату қажет. Абонентке ақпарат тарату 1,5-тен 6,1 мегабит секундқа дейін жылдамдықта жүзеге асырылады. Қызметтік арна жылдамдығы 15-тен 640 гигабит секундқа дейін құрайды. Әр арна бірнеше төмен жылдамдықты логикалық арналарға бөліне алады. ADSL модемдері қамтамасыз ететін жылдамдықтар Т1, Т2 сандық арналарының жылдамдықтарына сәйкес. Минималды үйлесімде ақпарат 1,15 немесе 2 мегабит секунд жылдамдықта таратылады. Негізінде қазіргі кезде деректерді 8 мегабит секунд жылдамдықпен тарататын құрылғылар бар, бірақ стандарттарда мұндай жылдамдықтар көрсетілмеген. ADSL модемдердің жылдамдығы арналар санына тәуелді. Бұл кестеде көрсетілген. Желінің максималды жылдамдығы желі ұзындығы мен телефондық кабельдің қалыңдығының бірге қарастырғанда бірқатар жағдайларға тәуелді. Желі сипаттамалары оның ұзындығының артуы мен өткізгіш сымның қимасы кішірейген сайын нашарлайды. Келесі кестеде жылдамдықтың желі параметрлеріне тәуелдігін бірнеше нұсқасы келтірілген. Келесі суретте ADSL-дің сыртқы сипаттамалары бейнеленген. Үдемі және бассейн ағындардың өткізу қабілеттігі сәйкесінше бірнеше гигабит секундтан және бірнеше мегабит секундқа дейін құрайды. Қашықтығы артқан сайын максималды жетуге болатын өткізу қабілеттігі төмендейді. Суретте ADSL құрылымы көрсетілген. ADSL қабылдап тартқышы стандартты телефондық құрылғылардан қарағанда өте жоғарғы жиіліктерде функциялайды. Сондықтан қажетсіз шудан декаттық тоқтың нөмірін жіберу және шақырылған тоқты жұмсаған кезде туындайтын шумдан қорғануды қамтамасыз ететін сүзгілеу болған кезде ADSL құрылғылары телефондық құрылғылармен бірге телефондық жолды қолдана алады. Осындай жолмен ADSL технологиясы кең жолақты қызметтерге қатынауды қамтамасыз етуге арналған жоғарғы жылдамдықты қосымдарының болуын болжайды. ADSL-дің бірінші модемі мультиплексорында орнатылады және интернет сұраныс бойынша видео және басқаларға қатынауда беретін қызметтердің провайдерімен жоғарғы жылдамдықты желі арқылы қосылады. Екінші модемі пайдаланушының үй жайында орналасады және қызметтердің бір немесе одан да көп модульдерімен қосылады. SM модульдері арқылы қосылады. SM бұл ақырғы пайдаланушының құрылғысы, мысалы дербес компьютерлер, ДК.
Осы механизмді қолданған кезде жіберілетін деректердің төмен жылдамдықты арнасы аналогты телефонияны жіберу үшін қолданылатын жиіліктердің жолағына кейін бірден орналасады. Қабылданатын деректердің жоғарғы жылдамдықты арнасы жоғарғы жиіліктерде орналасады. Жиіліктердің жолағы бір сигналмен жіберілетін биттің санынан тәуелді. HDSL технологиясы бұл жоғарғы жылдамдықты сандық абонент жолы. Ол деректерді берудің асимметриялық жолын ұйымдастыруды қарастырады. Яғни деректерді пайдаланушыдан жүйеге және жүйеден пайдаланушыға беру жылдамдығын қамтиды. Сымдардың екі жұбы бойынша 1,544 мегабит секундқа беру жылдамдығын және сандардың үш жұптары бойынша 2,48 мегабит секундқа беру жылдамдығын арқасында телекоммуникациялық компаниялар Т1 бөлінген Е1 жолдарына альтернатива ретінде HDSL технологиясын пайдаланады. Бұл келесі суретте бейнеленген. Және де келесі сурет SDSL технологиясы немесе HDSL2. Бұл бір жолды сандық абонент жолы. Т1 бөлінген Е1 жолдарының тиісті жылдамдықпен деректерді асимметрия беруді қамтамасыз етеді. SDSL технологиясының екі маңызды айырмашылығы бар. Біріншісі, сымдардың тек бір оралған жұбы пайдаланады. Екіншісі, берудің барынша ара қашықтығы шектелген. Ол 3 км болады. Бұл ара қашықтық негіз шегінде SDSL технологиясы деректерді екі бағытқа берудің бірдей ағынын қолдануды талап етілгенде видеоконференция жүйелерінің жұмысын қамтамасыз ете алады. Келесі сурет VDSL технологиясы. Бұл дегеніміз жоғарғы жылдамдықтан тыс сандық абоненттік жолы. XDSL ең жылдам технологиясы болып табылады. Ол бататын ағын деректерді беру жылдамдығын 13-52 мегабит секундқа дейін шекте, ал шығатын ағын деректерді беру жылдамдығын 1,15-2,13 мегабит секундқа дейін шекте телефон сымдарының бір оралған жұбы бойынша қамтамасыз етеді. Ол VDSL асимметриялық сызбасы болып келеді. VDSL асимметриялық сызбалары үшін деректерді беру жылдамдығы 13-26 мегабит секундты құрайды. VDSL технологиясы бұл талшықты оптикалық кабельдерді соңғы пайдаланушыға дейін салу баламасы. Бірақ деректерді берудің барынша ара қашықтығы бұл технология үшін 300 метрден 1300 метрге дейін құрайды. Келесі сурет SHDSL технологиясы. SHDSL технологиясы дегеніміз симметриялық жоғарғы жылдамдықты сандық жол. Бұл 2001 жылдың ақпанынан бастап ұсынысын қабылдады. Технологияның бір телефон жұбын пайдаланған кезде 2,3 мегабит секунды және екі жұпты пайдаланған кезде 4,6 мегабит секундқа дейін жылдамдық шегі болады. Бұл технология регенераторларды пайдалануға мүмкіндік береді. Ол операторларға тораптан 18,5 км қашықтықтағы пайдаланушыларға қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. SHDSL жүйесінде сөздерді беру үшін ICE-ден балама телефондарын және терминалдарының ақпарат бөлетін RODS ICE-ден сплиттерінде бар қажеттілігі жоқ, өйткені сөз сигналы дерек сигналы сияқты түрде сегменттелмейді және ATM пакет сияқты беріледі және қайтадан жолдың басқа соңында жиналады. G991-2 жаңа стандарты 2M30-30-дан HDSL ұзақ жолдың қорытындысы болып табылады. Бұл технологияда маңызды орын қосуларды инициациялау процедурасында беріледі. Оның барысында E1 ICE-ден ATM IP келісіледі және ораудың фрейміне ұтымды механизмі таңдалады. Ол артық болдырмауға және беру кідірісін төмендетуге мүмкіндік береді. SHDSL технологиясын бір жұп бойынша ақпаратты жоғарғы жылдамдықты симметриялық беру үшін UTM
бірыңғай стандарт ретінде таңдалған. SHDSL симметриялық технологиясы DSL жоғарғы жылдамдықты ағынында біреу емес бірнеше телефон каналдарын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін WOODS технологиясына жатады. WOODS кіру мүмкіндігінің бір құрылғысы сапар жиіліктегішті, офис жиһазын, жеке жолдар үшін модемдерді және мультиплексорларды ауыстыруға қабілетті. Бұл құрылғы бір мыс жұбы бойынша 256 немесе 512 гигабит секундты құрайды, және де ол сол аралықта жұмыс істейді. Ол бойынша ондалған телефон жолдарына дейін ұйымдастыруға болады. WOODS жүйесін телефон каналына активациялауға енгізген кезде жаңа телефон жолын қосу бірнеше минут қажет етеді. Бұл жүйе мыстың тапшылық мәселесін шешеді. Ол абоненттік тығыздау классикалық жүйесіне жақсы. WOODS жүйесі бұл өзінің дамуын нақты тоқтатқан ADSL қызметіне ауысым. Келесі сурет ADSL2 және ADSL2+ технологиялары. Бұл бір телекоммуникациялық құбырмен абонент бір уақытта телефонияны, сапалы видео және деректерді алғанда трейпл қызметтерін ұсынуға есептелген жаңа технологиялар. Видеоны MPG2 стандарттарында беру үшін 6-дан 8 мегабит секунд жылдамдықтарды талап етеді. Комфортты степфингте үйде пайдаланушылар 256-дан 512 гигабит секунд жылдамдықта жүзеге асыра алады. Ал сапалы IP телефония бір каналға 64 гигабит секундты алады. Сондықтан жақсы жолды 8 мегабит секундта және 4,5 мегабит секунд кәдімгі жолда шуылмен және сигналдың өшуімен қамтамасыз ететін кәдімгі ADSL жеткіліксіз. ADSL2 оның стандарты G992.3 және ADSL2+, оның стандарты 992.5 асимметриялық технологияларын жаңа буынын абонентке беру жылдамдығын 12 мегабит секундтан бұл ADSL2 және 24 мегабит секундтан бұл ADSL2+қа дейін ұсынады. Осы шартта ADSL2 бұл ADSL-ға салыстырғанда 3,7 километрге жетіп, 200 метрге дейін өсті. ADSL2 қосылуымен технологиясының жоғарғы жылдамдығы абоненттерге 1,15 километрге дейін арақашықтықта қолжетерлік болады. Бүгінде ADSL2++ тағы бір версиясын әзірлеуде жүргізілуде. Бұл технологияда абонентке жылдамдық 48 мегабит секундқа жететін болады. ADSL технологиясын жоғарғы жылдамдығының құпиясы кәдімгі телефон сымында каналдарын өткізу жолын жиілік жолымен жабылады. Дауыстық телефон байланысы үшін 0,3-тен 3,4 ГГц диапазонында қалады. Ал сандық сигнал үшін 2,2 МГц-тен ADSL+ технологиясы үшін 2,2 МГц үшін дейін спектр әрекет етеді. Бұл спектрде диапазон жартысы абоненттен абонентке дейін деректер берілетін аумақтарда алады. Бұл аймақтарда да берілген кезде сигнал параллель тәртіпте трансляция сигналы ретінде ұсынылатын көптеген FDM технологиясы деп аталатын желі каналдарды таратылады. ADSL модемдерінің жаңа буыны тағы бір пайдалы функциясы бұл жиіліктің 0,3-тен 4 ГГц телефон жолының есебінен абоненттен беру жылдамдығын арттыру мүмкіндігі. Оның орнына каналда қосымша 256 гигабит секундқа алуға болады. Келесі суретте V-Base интерфейсі көрсетілген. V-Base интерфейсінің бар болғанда операторларға төмендегідей мүмкіндіктер береді. Біріншіден, пайдаланушыларға аналогты топ сияқты сандық ICD терминалдарымен қызмет ұсынуға. Екіншіден, сигнализацияны стандартты хаттамаларын пайдалануға. Үшіншіден, пайдаланатын интерфейстердің номенклатураларын қысқартқан кезде пайдаланушылық сипаттамаларын жақсартады. Келесі суретте WellDect технологиясы көрсетілген. Well
Бұл сымсыз абоненттік кіру мүмкіндігі технологиясы сымсыз жолдар бойынша телефон байланысы жүйесінің глобалды жүйесіне қосыла алатын барлық жалпы пайдаланудың телефон жүйесіне кіру мүмкіндігін ашты. Деректерді беру жылдамдығы бұл операторлардың қолы жететін жиілік спектрі ұзындығымен және БПСК екіфазалық манипуляция немесе 16 QIM квадраттық амплитудалық модуляция деп аталады. Модуляциясы сызбасымен анықталады. Деректерді берудің сымсыз жолдары тура көру принципі бойынша ұйымдастырылады. Мұндай жолды ұйымдастыру құрылыс жер жұмыстарының үлкен көлемімен талап етпейді. Кабель жүйелеріне салған кезде сияқты, бірақ сымсыз байланыстар сигналы хабарлағыштан белгілі ара қашықтық шегінде ғана қабылдана алатындықтан барлық қызмет көрсету аймағында ретрансляция жүйелерінде орнату қажет. Келесі сурет DEX технологиясы. Бұл технология сымсыз телефондарда және мекемелік АТС-ке арналған негізгі стандарт. Ол 1992 жылы қабылданған. Бұл радиоинтерфейс DECT ETS 300-175. DECT стандартында жүйесі үшін 1880 және 1900 МГц жиілік жолдарында каналдар тораптарының 1728 ГГц қадамымен 10 канал бөлінген. Әр каналда бір уақытта 12 телефон сөйлесулері жүргізіле алады. Сигнал әртүрлі уақыт интервалында сол бір бағыт бойынша екі бағытта беріледі. Осылай стандартта каналдарды жиілікті уақытша бөлінетін және уақытпен бөлінетін TDM дуплексті тәртіп жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта DECT бұл сымсыз кіру мүмкіндігінің глобалды стандарты болып табылады. Және де DECT үшін қажет жиілік диапазоны әлемнің 110-нан артық елдерінде бөлінген. Стандарттың негізгі ерекшеліктері: бұл байланыстың сымды жолының сапасы 32 гигабит секунд. Барлық TDMA стандартының ортасында деректерді берудің ең жоғарғы жылдамдығы. DECT негізінде әртүрлі жүйелердің кіру мүмкіндігі. Шағын офиске келетін үй сымсыз көп терминалды жүйелері, микроұялы сымсыз корпоративтік жүйелер, радиоға кіру мүмкіндігімен офистік және мекемелер АТС, жалпы пайдаланудың микроұялы жүйелері, STM жазылған радиоға кіру мүмкіндігі жүйелері, VEL. Және де әртүрлі өндірушілердің жабдықтарының үйлесімдігі УАП бар болған кезде. Сотыдан сотыға қосылудың үзбей ауысының қамтамасыз ету, бұл хендовер. Және де үлкен трафикті қамтамасыз ету, бұл 10.000 Erl бөлінген шаршы шақырымға дейін. Және де басқа радио жүйелерімен үйлесімділігі. Басқару каналының жоқтығы, бұл радио бөгеттеріне тұрақтылықсыздығы. Төмен деңгейлі сәуле шашу, бұл денсаулық үшін қауіпсіздік. Және де WiMAX технологиясы. WiMAX технологиясы дегеніміз, WiMAX сымсыз жүйелерде құру жөніндегі алғашқы қадамдары Wi-Fi жергілікті технологиясынан кіру мүмкіндігі нүктесі болады. WiMAX магистрал технологиясын соңғы жылдың кең жолақты қосылуларын жүзеге асыру үшін пайдаланады. Сымсыз кіру мүмкіндігі нүктелерін орау жоғарғы жылдамдықты байланысты компания филиалдары арасында ұйымдастыру үшін пайдаланады. WiMAX жүйелерінің жабдықтарды 2 ГГц-тен 11 ГГц диапазоны шегінде ені 10 МГц бірнеше жиілік каналдарында жұмыс істейді. Солтүстік Америкада WiMAX үшін 2,5-тен және 5 ГГц диапазонында учаскелері, және де орталық және оңтүстік Америкада 2,5, 3,5 және 5 ГГц-ке дейін. Жақын шығыста, Африкада, батыс және шығыс Европада 3,5 және 5 ГГц. Азиялық тынық мұхит аумағында 2,3,
3,5 және 5 ГГц пайдаланады. WiMAX Wi-Fi жүйесіндегі қарағанда өндірістілігі және жабуы үлкен E1 бөлінген ET класты жүйелер жылдамдығымен интернетке кіру мүмкіндігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін технологияны ұсынады. Коммуникацияны 10 километрден және одан артық радиусте қамтамасыз ете отырып, WiMAX нүктелері провайдерлерге соңғы жолдағы байланысты қамтамасыз ету үшін қызметтің қолайлы шарттарын ұсынады. Келешекте 802.16 стандартының базалық сипаттамалары әрекет қашықтығын 50 километрге дейін қарастырады. Келесі суретте WiMAX технологиясы көрсетілген. WiMAX енгізу үшін 3 негізгі факторларға бөлінеді. Бірінші фаза, екінші фаза және үшінші фаза болып. Келесі суретте бірінші фаза көрсетілген. Бірінші фаза бұл IEEE 802.16a және 802.16d бұрынғы версияларын ауыстырған E802.16-2004 стандартының WiMAX технологиясын кеңірек тарату. Онда жазылған бағыттағы тұтынушыларға көзделген сыртқы антенналар, ұялы тарелкалар типті пайдаланады. Келесі суретте екінші фаза көрсетілген. Екінші фаза сыртқы антенналарды пайдалану. Кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін WiMAX технологиясы жеңілдетіп және өте қолайлы пайдаланады. Және де үшінші фаза бұл IEEE 802.16e спецификацияларын енгізу. Қазіргі заманғы ұялы телефондар және Wi-Fi жүйелері тәрізді жүйенің белгілі жабу аймағында жылжитын портативті құрылғылардың құрамында WiMAX белгісімен жұмыс мүмкіндігін білдіреді. Мұндай күрделі стандарттарды әзірлеу басқасымсыз стандарттардың қайта өмір сүруін, антенналардың жаңа түрін әзірлеуді, модуляцияның жаңа түрлерін, мысалы QFDMA сервисінің жаңа типін QoS ұстайтын қолдануды, деректерді және көптеген басқа параметрлерді қорғауды түсінеді. NGN технологиясы. NGN пакеттік технологияларға негізделген беру және коммутациялы жабдықтарын пайдалану есебінен Triple Play сервис қызметін көрсетуді қамтамасыз етуге қабілетті мультисервисті желі. NGN маңызды ерекшеліктерінің бірі IP пакеттерді беру міндеттерін және бұл процестерді басқару міндеттерін бөлу болып табылады. Ақпаратты беру пакеттер коммутаторы мен КП жүзеге асырылады. Басқару құрылғысы ретінде ПК ақпараттық бағдарламалық құралдары soft switch құралы пайдаланады. Пайдаланушылардың екі типті терминалдары бар. Бұл біріншісі сөзді беру үшін телефон ақпараты және деректермен алмасу және видео ақпараттарды алу үшін жеке компьютерлер болады. NGN-ді құру үшін 3 вариантпен орындалуы мүмкін. Бұл біріншісінен MC NGN жабдығына айырбастау. Екіншіден, барлық MC пайдалануда қалады. Ол жанына NGN жабдығы орнатылады және оған Triple Play сервис түрде қызмет көрсетуге қызығушылық танытқан пайдаланушы қосылады. Құрастырылған шешім. Жүйе жұмысының төмендегідей көрсеткіштері реттеледі. Бұл өткізу қабілеттілігі, пакеттердің деректер ағыны, пакеттерді жоғалту және бұрмалау деңгейі. Қызмет көрсету сапасы деректердің кейбір ағыны үшін кепіл болады. Деректер ағыны бұл бірнеше жалпы белгілері бар пакеттердің жүйелігі. Торап, көз мекен-жайы, ақпарат, қосымшаның теңестіру типі, TSP, UDP, порт нөмірі және тағы сол сияқтылары. Ағынға агрегациялық және дифференциациялық сияқты ұғымдар қолданбалы. Бір компьютерден түсетін деректер ағыны
әртүрлі қосымшалардан түсетін ағындардың жиынтығы ретінде ұсынылуы мүмкін. Ал бір кәсіпорынның компьютерлерінен ағындардың қызмет көрсетудің кейбір провайдері абоненттің деректерінің бір ағынына агрегациялануы мүмкін. NGN қалыптастыру стратегиясы. Бұл үш стратегияны ажыратады. Біріншісі, жаңа бөлінген жүйелерді салу. Екіншісі, ТФОП модернизациясы. Үшіншісі, жалпы пайдаланудың жаңа жүйесін қайта құру нәтижесінде NG-ді құру. NG-дің ең ықтимал базасы бұл ТФОП болып табылады. Екі телефон ақпараттары арасында қалалық телефон жүйесінде 28 битқа дейінде барынша мүмкіндік сөну бейнеленген. Егер барлық жиелікті станцияларда және транзитті станциялардың көлік жүйесін модернизациясыз сандық коммутатормен ауыстырса, онда бұл сөну күрт өседі. Сондықтан қалалық телефон жүйесінде сандандыру компенсациясы дұрысталған жүйені құруға келтіріледі. Онда сөну бойынша орындау нормасы сақталады және аналог санды түрлендіру саны азаяды. Бұл кат бөлінген АСТ. Дұрысталған жүйенің концепциясының мәні барлық станциялар бір қалалық телефон жүйесінде шегінде ұқсас жергілікті станциялар және транзитті станциялар пайдаланбай-ақ бір-бірімен байланысты болуымен келтіріледі. Тек бір аналог сан аналог ауысуымен мүмкіндік береді. Интернет желісі. Және де келесі бөлімі интернет желісі. Интернет желісі дегеніміз, интернет бұл глобалды ақпараттық жүйенің бөлігі. Ол IP хаттамасымен немесе оның келешек кеңейту салдарымен негізделген. Және де ол унитарлық мекенжай кеңістігімен логикалы байланысты және TSP бөлінген IP хаттамасын пайдалана отырып коммутацияны ұстай алады. Немесе оны кеңейту салдары және IP үйлесімді хаттамалары. Бұл жүйе коммуникацияға негізделген және олармен инфрақұрылыммен байланысқан жоғары деңгейлі сервистерді ұсынады, пайдаланады және қол жетерліктей болып етеді. Екі немесе одан да артық жүйелерді интернет жүйесіне қосу үшін маршрутизаторлар қолданылады. Бұл жүйелерді бір-бірімен физикалық қосатын және арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен пакеттерді беруінен екіншісінен беретін компьютерлер. Интернет технология жүйесі аралық қосулардың қандай да бір топологиясын міндеттемейді. Ол маршрутизаторлардың өзі қосатын физикалық жүйелер шегінен аспайтын интернет жүйесінің топологиясын біледі және тағайындау адресі жүйенің негізінде ала отырып пакеттерді сол немесе басқа маршрут бойынша береді. Интернет жүйесі жалғыз виртуаль жүйені ұсынады. Бұл дегеніміз, оған қарамастан барлық компьютерлер қосылған, олар нақты физикалық қосылуларды жүзеге асады. Әрбір компьютер интернет жүйесіне кіру мүмкіндігінің бағдарлық етуі тиіс. Ол қолданбалы бағдарламаларға интернет жүйесінің бір физикалық жүйе ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Және де қорытындылай айтсақ, бұл интернет жүйесі бір физикалық жүйе ретінде болуы мүмкін, және де бұл жүйеде көптеген операциялар жүруі мүмкін. Және де бұл телекоммуникациялық жүйелердегі барлық процестердің негізі бұл хабарламаның жіберілуінен және өңделуінен құралады. Телетрафиктік теориясы интернет арқылы байланыс, қызмет көрсету уақыты, сервер, буфер, оқшауланған жүйе деген ұғымдармен таныстық. Бұл және де байланыс қызмет көрсетуге арналған
Бұл жүйелердің негізгі анықтамаларына шолу жасалынды. Ары қарай тек жалпы қолданыс байланысының жүйелері қарастырылады. Назарларыңызға рахмет. Рұқсаттама желісінің эволюциясы тақырыбындағы дәрісіміз аяқталды.